Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, нәзік болып шығатын балды пирожныйдың рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге түбі қалың, яғни газға қоятын ыдыс қажет. Осы ыдысымызға бірден сары майымызды саламыз. Үстіне қантымызды салып, және де таза табиғи балымызды қосып, бәрін баяу отқа қоямыз. Қантымыз, майымыз ерігенше бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массаның үстіне жарты ас қасық ас содасын салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Кеңірек ыдысқа ауыстырып аламыз. Сәл суытып алғаннан кейін дәл осы массаның үстіне 4 жұмыртқамызды 2 бөліп саламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды 2 бөліп салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Міне қамырымыз біздің дәл осындай болуы керек. Енді бірден пергамент қағаздың үстіне немесе тефлоновый осындай ковриктардың үстіне 5 ас қасықтан немесе 4 ас қасықтан салып, өздеріңізге қажетті формада қамырын корж пісіріп алсаңыздар болады. Дөңгелек торт ретінде жасасаңыздар да болады. Мен пирожный ретінде осылай тік төртбұрыш етіп формасын жасап алдым. Міне біздің бисквит дайын болды. Енді крем дайындаймыз. Крем бізде 20% қаймақ және де қойытылған сүт, яғни сгущенканы қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Енді корждарымыздың жан-жағын тегістеп алу үшін артық қамырларын шетінен алып тастаймыз. Бір тегіс етіп кесіп аламыз. Менде осы қамырда міне 5 корж дайын болды. Енді әр қайсының арасына кремімізді аямай толық жағып тортымызды жинаймыз. Жаңа қалған қамырларды шетіндегі осылай блендермен уатып майдалап аламыз. Бұнымен тортымыздың бетін әсемдейтін боламыз. Енді бетіне толық жан-жағына осылай қамырымыздың қалғанын сүйіп шығатын боламыз. Өз қалауларыңызша кесіп, бірден дастарханға қоя берсеңіздер болады. Бұны арнайы кремін сіңдіру үшін күтудің қажеті жоқ. Бірден жұмсақ болып дайын болады. Жасалуы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше, нәзік, яғни көп уақыттарыңызды алмайды. Балды пирожныйдың ең оңай рецептісі десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып пікір қалдырсаңыздар болады. Мен парақшамда бұдан да басқа видеолар бар, кіріп көріңіздер. Және алда басқа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар. Көп рахмет.